Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты халқым, менің подписчиктерім аман есенсіздер ме. Мен бүгін жай ғана қарапайым күнделікті қолданатын салат түрін жасайтын боламын. Оған керекті өнімдер міне көріп отырғандарыңыздай, алдыменен мына 40 қабат дейміз ғой, капуста. Содан бастайын. Жіңішке қылып турап, ортасындағы өзекті алып тастаймын. Қымбатты көрермендер, 40 қабат турап болдым. Енді сәбізді үккіштен өткізейін. Келесі кезекте қызылшаны тураймыз, оны міне үлкен, ірі өткіштен өткіземіз. Бұл піскен. Бір тал помидор қызанақ, соның ішіндегі сұйық жерін алып тастайын деп тұрмын. Себебі ашуға жақын ғой. Және қатты сулы болады. Сондықтан соны ойып алып тастайын деп тұрмын. Міне осылай етіп турап алдым, міне 4 бұрышты кубиктеп қояды ғой. Сол 4 бұрышты етіп турадым. Мына көк бұршақ, міне зеленый горошок дейді ғой, міне суын сорғытып қойғанмын. Чеснок, қазақша сарымсақ деп қоямыз ғой. Сол сарымсақты мына өзімнің арнайы үккіштен өткіземін. Міне бұны турап болдым. Татығанша тұз саламын. Ұзын вилкамен араластырайын. Міне қымбатты көрермендер, менің қарапайым әрі тез салатым дайын болды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған пікірлеріңізді жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар.